жеке өз басым 27-ші түнді 2 мәрте 27-ші түнге жолыққан сәтіне куә болдым. Алхамдулилля. Өйткені оның белгілері бар. Мен түндегі белгілерін айтпаймын. Күндіз нақты белгісі бар. Нақты қадір түннің өткендігінің белгісі, ол күннің шыққан кезіндегі белгісі. Бір күні пайғамбарымыз қадір түні аяқталған кезінде күнген шығуына қарап тұрады. Біз қадір түнде құлшылық етеміз де, күнді күтпей ұйықтап қалмау керек, көру керек. Ана күннің әдемілігі ол өте. Сіз ешбір видеомен оны суреттеп бере алмайсыз. Ешбір видео оны аша алмайды. Өзім түсіруге тырысқам, бірақ ана видео мен көзбен көргенімдей әсерді бермейді. Ана пайғамбарымыз айтады, жаңа күннің әсерін беру үшін қазір келтірейік хадисті. Сахабалар бәрі күнге қарап тұр ғой, күн шығайын деп жатыр. Күн шығып келе жатыр ұясынан, өте тез көтеріледі. Күн шыққан кезде бақылап көргендер болса, күн кішкене көрінді ме тез көтеріледі. Сөйтіп көтеріліп келе жатқан кезде міне шығып жатыр, пайғамбар Жибрил қанатын ашты дейді. Сахабалар, Аллахтың елшісі қайда? Көре алмай жатыр күндізі. Өйткені пайғамбар ғана көреді ғой періштелерді. Тек олар күннің шығып жатқанын көріп тұр. Әне Жибрил 2 қанатын ашты. 600 қанаттың иесі, 2 қанаты бар, арнайы қадір түні күні біткен кезде, аяқталған кезде ашылады. Бұл өте сұлу бейне. Түсініңіз ба? Неге деген кезде жер бетінде күллі періштелердің мырзасы ғой. Сейдул мәләйка, мырзасы періштелердің. Және жерге түсіп тұрған періштелердің де мырзасы ғой. Барлығы Жибрилге қарайды. Бітті, тоқтатыңдар дейді. Қанатты ашқан бетте жазылып атқан тағдырлар қалам тоқтайды. Құлшылықтар тоқтайды, сұлар тоқтайды күллісінің. Миссия аяқталды бүгінгі түннің. Енді көтерілу керек әрқайсысы. Сидратул Мунтахаға қарай. Қайттан кету керек орындарына. Келесі жылы Рамазанның қадір түнінде түседі енді олар. Түсіндіңіз бе? Сонда бұл қанат сол үшін ашылады дейді. Сосын, әне көтерілді Жибрил. Әне. Сахабалар қарап тұр. Бір кезде пайғамбар мынандай сөз айтады. Алла, уже күнде бір шама жерге кеп қалды көтеріліп. Түсіндіңіз бе? Сөз айтады. Жибрилдің 2 қанатынан тамып жатқан інжу мен маржан секілді мөлдір лағылдардың шағылсын, сұлулығын көрсеңдер ғой дейді. Дәл сол кезде күн ойнап бастайды ғой. Алла, мен ант етем. Ана күннің сұлулығын көрсеңіз, ойнаған кезде күн, субханалла, шағылсады, ойнайды кәдімгідей. Сол кезде сахабалар күннің ойнап атқанын көреді ғой. Бір уақытта ешқандай шапақ жоқ қой, қызылдығы да жоқ. Күн шапағынсыз шығып жатқан көрдіңдер ма дейді. Аллахтың елшісі. Қасында қаптап көтеріліп атқан періштелердің нұрынан күн шапағын жоғалтып алды дейді болды. Түсініңіз? Жаңа күн диск сияқты шығады, Ол ойнайды, ол тек диск сияқты шыққанын ғана аңдамаңыз. Сол үшін жүреміз. 23-ші бір суреттер жіберіп атамыз, 25-ші. Мынау диск болып шықты, Күн диск болып шығу емес мәселе. Күн ойнайды кәдімгідей. Күтіңіз, ана әбден шыққанға дейін, күтіңіз. Өз ана сәл көтеріліп жерден шыққаннан бастап, өз бір тоқтайтын жері бар. Содан әрі қарай жай жылжиды, бірақ соған дейін өте тез көтеріледі. Сол уақыттың арасында күннің ойнағанын көрсеңіз, сұлулығы енді керемет. Осылай 2 мәрте куә болдым. Аллахтың бұл кеңшілігі деп ойлаймын, Аллах Тағала қабыл етсін. Күллі сол кезде бірге болған мұсылмандар. Сол күні қаншама мешіт толып тұр, құлшылықта болды. Жамағат мысалы.